пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дұға тағдырды өзгертеді деген сияқты хадистер бар ғой, бірақ қандай дұға деген ол өзімізге қалады. Мысалы кейбір дұғалар, сосын бәрін шариғат детально сызбайды. Дұрыс, мәсур дейтін дұғалар бар. Құран үйреткен, пайғамбар. Олар бірінші орында тұрады, ғибадаттың ішінде қолданылады. Енді ғибадаттың сыртында сен өз тіліңде, өзіңнің жағдайыңа сұрай бересің ғой. Оның формасы жоқ негізі дұғаның. Мәсур сауабы мол, нақты бізге жол көрсететін дұғалар. Соған ұқсайтын өз тіліңде, өйткені қазақша пайғамбар дұға қылған жоқ қой, қалай болғанда. Қазақша дөп түспейсің де пайғамбар дұғасы. Сұрай бересің ғой. Демек, дұғада сәл еркіндік бар. Әдебі бар, бірақ еркіндік бар. Қалай сұрайсың, не сұрайсың, өзің білесің. Сөйтіп, тарихта ғалымдар кейбір дұғаларды жиі қылу арқылы соның нәтижесін көрген ғой. Оның шәкірттеріне насихаттаған, оны мәсур емес, ол мүжарраб дейді. Тәжірибеден өткен былайша айтқанда. Сондай дұғалар бар. Усаманың кейбір дұғалары хадис, Құраннан алынған, кейбір дұғалары, кейбір ұстаздарынан тәжірибеде өткен дұғалар бар. Бір зікірді осынша рет айтса, осындай. Енді ол мотивация біріншіден. Көп мысалға бірақ мына нәрседе болуымыз керек. Мүжарраб дұғада сенім, ниет, ол хадисте келген, ол міндетті, оны айтпаса болмайды деген сенімде болмауымыз керек. Сенімде біз бұны мүжарраб ғалымдардың дұғасы екендігін түсінуіміз керек. Түсінікті? Мысалға сіз бір дұға қыласыз күнде, сұрайсыз қазір. Ол балаңыз көреді. Көреді де, ертең сіз дүниеге өткен балаңыз да, ей әкем осылай деп айтатын еді, ол дұға қылады, оның ұрпағы. Сөйтіп бұлай жалғасып та қалады кейбір дұғалар. Мысалға, ол кейін адамның ниетіне қарай, ықыласына қарай, жаңа айтқандай түсінгеніне қарай дұғаны, ол нәтиже көреді мысалға. Ол бір, яғни сенім, ой, ниет дұрыс болу керек. Яғни бұл дұға пайғамбардың дұғасы емес. Бұл дұға хадисте, Құранда келмегендігін түсініп тұру керексің. Бұл ғалым дұғасы, яғни міндеттелмейсің. Енді кейбір сандар қою, ол да кейбіреулер жоққа шығарып тастауы мүмкін. Оны да сен сеніміңе қарай. Түсінікті? Өйткені кейбір нәрсе сенің түсінген сеніміңе қарай өзінің үкімі өзгеріп кетеді. Мысалы, пайғамбардың ісі болмаған нәрседен пайғамбар істеген деп істеу бидғат болады. Немесе оны дінге кіргізу, дінде бар нәрсе деп оны шариғатта олай емес. Бұл жерде бір әдеттегі дұғалардың бірі ретінде қабылдайсыз. Саны мотивация ретінде болуы мүмкін. Енді екінші мәселе бар, тәжірибе деген кезде қателеспеуіміз керек. Ол сол кісінің тәжірибесінде ғана нәтиже берген болу керек. Саған ол пайдасы болу. Сол үшін ондан да сақ болу керек. Бірақ меніңше бірінші орында Құранда хадисте келген дұға жетеді негізі. Соны үлгеріп, соны бітіп қалып жатса, жаңағы дұғаларды қоса алып алар.